қаздың жұмыртқалары инкубатор салатын. Олар Линда және де губернатор. Үйректің жұмыртқалары Пекинский, Агидель, Сар-53 породалары. Индюктің жұмыртқалары хайбрид конвертер, инкубатор салатын барлығы. Хайбрид конвертер, Бекшес деген бройлер индюктің жұмыртқаларын іздемей қойыңдар, олар жоқ қазір. Ол негізі ең бірінші шыққан хайбрид конвертер. Хайбрид конвертерден кейінгі шыққан екінші порода ол аналогы, хайбрид конвертердің аналогы Бекшес. Бекшестер қазір шығарылмайды. Канадада ең бастапқыда Канадада шығарылған, бір кісі шығарған, оны қазір Канадада карантин, Канадада сатылмайды. Одан кейін барып, 1-2 жылдан кейін барып Франция шығарып бастады. Францияда алдыңғы жыл карантин болып, Франциядан шықпайды қазір оларда. Енді қазір Россиядан шығып жатыр. Россиядан келетін белый широкогрудый, бұларда 7-8 килограмм, 10 килограммға дейін салмақ береді. Бронза 708, 15 килограмм, 16 килограммға дейін салмақ береді. Және де Виктория. Викторияларда порода ғой, жаңағыдай 7-8 килограмм, 5-6 килограмм төңірегінде болады. Енді әркім арқалай іздейді ғой, бизнеске болса хайбрид конвертер алады. Средний салмақтар дейтін болса, бронза 708